Түркістан облысында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты айтулы оқу орны бар. Бұл өздеріңіз көріп тұрған 30 жылға жуық тарихы бар Сарыағаш медресе колледжі. Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, Мұнара телеарнасының эфирінде медресенің бір күні хабары. Ендеше бүгін өздеріңізге дәл осы Сарыағаш медресе колледжінің тыныс тіршілігі туралы толыққанды айтпақпыз. Еліміздегі діни білім беретін медреселер туралы айтылғанда алғаш Сарыағаш медресесі еске түседі. Ал Сарыағаш медресесі туралы айтылғанда Смановтар әулеті тұрады. Осы әулеттегі Шәкір ақсақалдың да қазақ топырағында асыл дініміздің қайта түлеп дамуына ерен еңбек сіңірген ел жақсы біледі. 1989 жылы Шәкір Сманұлы ауыл азаматтарының көмегімен және өз қаражатына 2 қабат етіп сол мешітке жапсарлас сауат ашу мектебін тұрғызған. Міне дәстүрлі діннің тізбегін үзбей кейінгі ұрпаққа жеткізген аманат әлі де жалғасып келеді. Шәкірттер тәрбиелеу, оқытуда мақсат не? Осы елімізге қызмет қылатын иманды, салихалы, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. Баршамызға белгілі Абай атамыз, Мағжан Жұмабаев атамыз, Шәкәрім аталарымыз, қазақтың қай зиялысын қарамасақ, бұның барлығы ең бірінші білімді имандылық тәрбиесімен бастады. Имандылық тәрбиесімен басталған білім ол тұлғаны не қылады? Әрқашан еліне, жеріне, отанына қызмет қылуға, отанын жақсы көруге, ата-анасын, бауырларын, туған-туысқандарын құрметтеуге не қылады? Шақырады. Мақсатымыз сол, елге қызмет қылатын асыл азамат-азаматшылар тәрбиелеп, осы елге барынша еңбек етсек деген арман иншалла. Кейінге шегініс жасайық. Баста өткен ғасырға тірелетін Таяқ-Тишан мешіт жанындағы діни сауат ашу курсына келуші жастардың қарасы уақыт өткен сайын көбейе түсті. Осы жайттар ескеріліп, 1992 жылы медресенің алғашқы іргетасы қаланды. Уақыт өте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құзырына өтіп, оған медресе мәртебесі берілді. 2016 жылы колледж статусын иеленді. Медресе колледж дипломы шетелде де жарамды дейді директоры. Аллаға шүкір, қазір Сарыағаш медресе колледжінде 965 шәкірт тәлім алады, 65 мұғалім бар, 130-дан астам шамада тех персоналы бар. Және де осы медресенің жалпы жан-жағында қызметкерлер құрылыс саласында, мал шаруашылығында, егін саласында шамада 100-ден астам қызметкер жұмыс жасайды. Бұл айтқан уақытта жалпы медреседе 300-ге жуық қызметкерлер жұмыспен қамтамасыз етілген. Енді бұл жердегі білім жүйесіне келетін болсақ, білім жүйесі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бағдарламасы бойынша сабақ беріледі. Және оған қоса Қазақстан Республикасының білім министрлігіне жаңағыдай білім бағдарламасымен бірігіп біз сабақ өтеміз. Бүгінде медресеге оңтүстік өлкесі ғана емес, республиканың барлық аймақтарынан білімге құштар жастар ағылып келеді. Мұның бәрі Смановтар әулетінің аманатқа қиянат қылмай адал жасаған еңбегінің жемісі. Медресе қабырғасынан тәлім алған көптеген шәкірттер бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде дін жолында қызмет етіп жүр. Директор Дінмұхамед Әбджаппарұлы балалардың білімге деген ынтасын арттырар тәсілге тоқталып өтті. Қысқаша айтатын болсақ, мынау фиқ, усулул фиқ, хадис дейді, қауаидул фиқия деген пәндер бар. Сол пәндердің негізгі бастамалары. Бұл айтқан уақытта мәтін жаттаған адам әр пәннің өз мәтіні болады. Негізгі бастаулары болады. Осын жаттап алатын болса, ол көптеген білімді өзінің санасына, өзінің бойына жинаған болып есептеледі. Бұл жердегі балдар мақсатымыз жан-жақты тәрбиелеу, біліммен, ғылыммен тығыз байланыса деген бізде мақсат. Білім ордасында қазір 965 шәкірт бар. Араб, ағылшын, орыс тілдері қатар үйретіледі. Қыздарға тігін, аспаздық жағы да қамтылған. Медресе шығын өтеу үшін жылыжай, егін шаруашылығы да әу баста қолға алыныпты. Ал мына салынып жатқан жаңа үйлер медресе ұстаздарына беріледі дейді директор Дінмұхамед Әбджаппарұлы. Балдардың жататын орны, және де 3 мезгіл асы, тағамы, бұл жерде тегін, және де бұл жерде балдарға арнайы үлкен, ұлдарға бөлек, қыздарға бөлек спорт комплекс бар. Сол жерде балдар спортпен, футбол, волейбол, теннис, және де кикбокс, бокс, күрес, сондай спорттармен жаттығу жасай алады. Мұнда мектеп пәндері де қамтылады. Өйткені мектепті толық аяқтамай келген шәкірттер бастапқыда мектеп пәндерін оқиды. Кейінгісі бұл айырылу реакциясы, яғни бір күрделі заттан бірнеше жай заттың
түзіліп отырған көріп отырсыңдар, айырылу реакциясы. Ал енді екіншісі болса, ол міне қандай реакция? Қосылу реакциясы. Қосылу реакциясы. Мынау натрий кәдімгі сілтілік металл, сумен реакцияласың кезде натрий гидрооксиді түзіледі, бірақ біз бұны тәжірибе жүзінде көрсете алмаймыз, оған рұқсат жоқ. Ал мына мынау не? Кәдімгі сутегі, солай ма? Сутегі, ал мына SO4 не деп айтамыз? Қышқыл қалдығы, SO4 қышқыл қалдығы. Біз айтқан шет тілдердің ішінде Құран тілі араб тіліне басымдық береді. Өйткені араб тілінің алғашқы негіздері осы медресе қабырғасында қалануы тиіс. Дәл қазіргі таңда бізде екінші курстар, яғни 9-дан кейінгі 4 жылдық бағыттағы екінші курстарда біз араб тілінің грамматикалық пәні, яғни сарф пәнінен сабақ өтіп жатырмыз. Сарф пәнінің қазір алғашқы этапы, яғни алғашқы деңгейі бұл сөздерді түрлендіру. Сөздерді есімдер, етістіктер сияқты түрлендіруді балдар өтіп жатыр. Осы бағытта балдар үйрену методикасы ол сөздерді, әрбір сөзді араб тілінде сол түрлендіру деңгейі неше этапта тұратын болса, соның бәріне салып, әрбір сөзді түрлендіру практикасына өтіп жатыр. Парыз, уәжіп, нәпіл намаздар. Парыз қандай намаздар еді? Парыз 5 уақыт, 5 уақыт намазы. Уәжіп дегеніміз ол да не еді? Уәжіп те парыз, бірақ уәжіп пен парыздың екеуінің несі бар? Айырмашылығы бар, айырмашылығы бар. Нәпілге сол парыздан уәжіп басқа намаздардың бәрі неге кіреді? Нәпілге кіреді, нәпілге. Сүннет намаздар, оның ішінде бекітілмеген сүннеттер бар. Медреседегі кітап қоры да бай екен. Жыл өткен сайын жаңа заманауи кітаптармен қамтылуда. Шәкірт үшін одан асқан байлық бар ма? Бұл медресеге түсу себебін медресе өте рухани орта ретінде көремін. Және де бұл жерде адамның түр келбетіне, киіміне қарай бағаламай, сен ішкі жан дүниеңді түсінетін мамандар, сондай шәкірттер жиналған. Мен Құранды негізі көп болған жоқ бастағанда. Осы жақында кірістім негізі. Қатты Құранға қазір 9 бара жатырмын. Жалпы осылай бос уақытымызда білімімізді тереңдетіп шыңдау үшін осы медресенің үлкен кітаптарға бай кітапханасына келіп білімімізді тереңдетеміз. Шәкірттердің сабақтан тыс бір мезгіл бой сергітуіне де бар жағдай жасалған. Алып спорт кешенінде бірнеше спорт түрімен шұғылдан аласыз. Балалардың футбол, жүзу, садақ ату, үстел теннисі, еркін күреспен айналысуына мүмкіндік толық қарастырылған. Еркін күреске 12 жастан бастап қатысып келемін. Жүзулер орындарым Қазақстан Республикасының турнирлерінен, облыстардан жүзлегер болғам, чемпион болғамын. Алдағы мақсат осы оқу орнын жақсы тамамдап, Нұр Мүбарак университетіне түсу. Медреседегі еліміздің түкпір-түкпірінен ұстаздар келеді. Бұл жолы Семей аймағының бас имамы Асқар Мұханов арнайы дәріс өткізді. Мұндай дәрістер ілім алушыларға пайдалы болары хақ. Ілім алу деген жаттай беру деген нәрсе емес. Ұстазға тапсыра беру деген нәрсе емес. Ілім деген ол әдеппен бірге болса ғана ілім. Ғалымның хат өлмейді деген сөз бар. 90-шы жылдары шағын ғана Таяқты Ишан мешіті бүгінде 1000 бала білім алатын алып медресеге айналды. Жаңашылдықты ұстанып, халыққа рухани азық таратуда үлкен рөл атқарып келеді. Шариғат шарты мен ислам құндылықтарының шәкірттерге сіңіріп келе жатқан медресенің ауқымы жыл өткен сайын кеңейіп, замана көшіне ілесуде. Ендеше дініміздегі сауабы үзілмейтін пайдалы ілім беруді көздейтін оқу орны ғалымдардың мекеніне айналғай.